بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Сол әдеттегі сұрақ жауап жаңағы бағдарламасы бойынша әлеуметтік желілерде келген сұрақтарға шамамыз келгенше жауап беруге және тырысамыз. Аллахтан жәрдем сұрай отырып, тағы да бір кешірім сұрай саламыз. Егер осы сұрақтардың көп болуына байланысты кейбір кісілердің сұрақтарына уақытысында үлгермей қалған болатын болсақ, жауапсыз қалып қалған болатын болса, түсіністікпен қарауларыңызды өтінеміз. Енді осы келген сұрақтардың ішінде бір сұрақ келген екен. Ұстаз дейді, жындар, ібліс, шайтандар жайлы, олардың адамдармен болған қандай қарым-қатынаста болатынын, қандай әрекетте болатынын туралы айта кетсеңіз, олардың қандай зиян берулері мүмкін деген тақырыпта бір кішігірім айтып кетсеңіз дейді. Бұны айтып кетсек болады. Жалпы біз білеміз, Аллахтың жаратылыстарының ішінде жын әлемі де бар болып есептелінеді. Тіпті олар туралы Құранда келген 114 сүренің бір сүресінің аты жын сүресі деп аталып кеткен болатын. Енді олардың жаратылысы жаңағы пайғамбарымыз жеткен хадистерде хабарланғандай, Айша анамыз өзі бір хадисте пайғамбарымыздан айтқан болатын: «Хулиқатил малаикату мин нурин», періштелер нұрдан жаратылған деп келеді. «Уал жану мин маржин мин нар», ал жындар болатын болса, дозақтың түтінсіз жалыннан жаратылған деп келеді. «Ва адам мимма усифа лакум», ал адам сендерге болатын болса, неден сипатталған болса, содан жаратылған дейді. Ал енді ол топырақтан жаратылған туралы айтылған болатын. Сол үшін бұлар өз алдына бір жаратылыстар екен. Әр жаратылысқа өзіне тән бір сипаттар болады. Өзінің жүретін, өмір сүретін ортасы болады. Енді бұл жын деген сөздің өзі сөздіктегі аудармасы, мына бір үш сөз бір-біріне түбірі жақын, бірақ үш түрлі мағына береді. Олар жаннатун, джиннатун, джуннатун деген сөздер. Енді бұл Құранда келген арабтың сөздері. Жаннатун енді түсінікті. Бұл қазақта да қолданады, жаннат. Аллах Тағаланың өзінен қорыққан тақуа құлдарына арнаған жайы жаннат деп аталады екен. Джуннатун деп мынау соғыс кезіндегі адамдардың жаңа қылыштан, найзадан, оқтан қорғанатын қалқанын арабтың тілінде джуннатун деп атап кетеді екен. Ал джиннатун деп мына жындарды айтады екен. Енді бұл үш сөз үш түрлі мағына берген, түбірлері жақын болып тұр. Бұларды не нәрсе жақындатып тұр дейтін болсақ, үшеуінің түбіріне жақындап тұрған нәрсе бұл жын сөзінің түбірі, яғни жасырыну деген мағына береді екен. Жаннаттың жаннат аталуы ол қалың талдар, сондай бір көлеңкелері өте ұзақ болған талдар бар. Сол талдың көлеңкесінде жаннаттың кірген адамдар болатындықтан, сол жаннаттағы адамдарды талдардың жасырып тұратындықтан сол жаннат деп аталып кеткен екен. Ал енді қалқан түсінікті. Қалқан өзінің артында жасырынған әскерді жасырады. Ал енді жынның джиннатун деп аталу себебі бұл түбірден ол адамдардың көзінен жасырынып жүреді. Сол үшін Құран аятында да келген болатын. Яғни айтады, ол сендерді көреді, хуа ва қабилуху, яғни шайтандар, және оның жаңағы соңына тобы сендерді көреді. Мин хайсу ла тараунахум, сендер көрмейтін тұстан деп келеді екен. Яғни олар негізгі мақсаты адамдардың көзінен жасырын болу. Кей тұстарда адам көзіне көрініп қалатын тұстар болады, ол әрдайым емес екен. Енді бұл жындар да Құранда Аллах бұйырған сияқты, адамдар ғибадатқа бұйырған сияқты, жындар да ғибадатқа бұйырылған. Аллах Құран айтқан: «Уама халақтул джинна уал инса илля лиябудун». Аллах айтады: «Мен жараттым жындар мен адамдарды бір ғана өзіме ғибадат жасаулары үшін» дейді. Яғни олар да ғибадат жасауға бұйырылған болып табылатын. Енді бұл жаңағы жындардың, адамдардың атасы адам ата болған сияқты, жындардың арғы атасы ол ібліс болып табылады екен. Ібліс деп жаңа жоғары сұрақ келіп жатыр. Ібліс дегеніміз сол жындардың атасы. Енді көбінесе халықта ұғым болады. Жын деген бөлек нәрсе ма, шайтан деген бөлек нәрсе ма деген сияқты. Бірінші шайтан деген сөзген түсіне білейік. Шайтан бұл адамға да қолданылады, шайтан бұл жынға да қолданылады. Түбірі шатана, алыстау, Аллахтың дінінен алыстау, шектен шығу, өте күнәға бейім болу деген мағына береді екен. Сол үшін адамдардың ішіндегі Құдайды, ақыретті қажет етпейтіндер, жер бетінде бүлік таратуға тырысатындар, жаман істі жасайтындардың бәрі болмаса Аллахтың дінімен қарсы күрес жүргізетіндерді шаятинул инс деп атайды екен Құранда.
адамдардан болған шайтандар дейді екен. Ал енді жындардың ішіндегі сондай шектен шығып күпірлікке түскендерін шаятинул джин, жыннан болған шайтандар деп айтып қояды екен. Сол үшін шайтан дегеніміз ол жыннан да болады, шайтан дегеніміз адамнан да болады екен. Яғни шектен шығып дінге қарсы жұмыс істейтін адам ақиқатты біле тұрып. Ал енді Іблістің бір аталы шайтан аталып кету себебі ол расында Аллахтың әміріне қарсы шықты, сөйтіп ол өзіне міндет қылып алды адамзат баласын азғырып тозаққа, яғни жетектеп алып кетуге. Сол үшін ол шайтан деген атқа ие болып кеткен екен. Енді бұл жаңағы Аллах Тағала айтқандай Құранда жындардың жаратылысы адамнан ілгері. Жындар адамнан ерте жаратылған, бірақ адамның қадірі жыннан жоғары тұрады. Адамдар ішінде мұсылман және кәпір болып бөлінетін сияқты, жындар да өзінара мұсылман және кәпір болып бөлінеді екен. Ол жайында Жын сүресінде хабарлайды: «Ва анна миннал муслимуна ва миннал қаситун». Біздің арамызда мұсылмандарымыз бар, біздің арамызда мұсылман еместеріміз, яғни кәпірлеріміз бар деп Құранда хабарланған болатын, жындардың хабар беруі арқылы. Енді «Уаммал қаситун факану ли джаханнама хатаба», кәпірлері жындардың, олар не дозаққа түсетіндер. Сол үшін Іблістің арғы тегі жыннан. «Вакана минал джин» деп Құранда келеді, жыннан еді деп келеді. Сол үшін Хасан Басриде Ібліс періштеден болған жоқ, ол жыннан деп хабарлаған болатын. Енді бұлар шынымен адам көзінен жасырын. Олар кей кезде адамдарға көрінетін тұстар болады, бірақ негізгісі көрінбеу, жасырыну. Адамдардың кей кезде өмірде бір болады, бір нәрсені көріп қалдым, бір жаңағы жануар сөйлегендей болды, бір бейтаныс дауыс естідім, болмаса да жиі келсе бір домовой сияқты, үйде бір ыдыс өзінен өзі шылдырлады, есік ашылды, жабылды деген, кей кезде бұның көп нәрсесі жындармен болып тұрады екен. Одан кейін жындар кей кезде адамдарға тірліктерін араласатын тұстар болады. Мұсылмандарға ол көбінесе араласа қоймайды. Бір Аллаға сыйынған, Аллахқа серік қоспайтын, намазы түгел, дәреті бар, таза адамдарға жындардың, шайтандардың зияны оншалықты жоқ. Ал енді кішкене діннен алыс, Аллахтың панасын алыс адамдарға кей кезде шайтандар ермек қылып, мазақ қылып, оларды қорқытып үркітетін тұстарда болып тұрады екен. Одан кейін жындар кей кезде Аллахқа серік қосушыларға қызмет жасайтын тұстар болады. Мысалға, бақсы балгер, көріпкел, палшы сияқтыларға жындар қызмет жасайды. Келіп оларға жаңа періштелердің әңгімелерін ұрлап, сол үлгергенінше алып келіп соларға беріп, оның ішіне жаңағындай сол айтыр 100 өтірікке бір шындық қосылғандай болып, ел соның жаңа бір шындық үшін 100 өтірігінде қоса сіңіріп кететін тұстар болады екен. Сол үшін көбінесе бақсы балгер, осы палшылықпен айналысатын адамдарға жын өте сондай жақындағыш болып тұрады екен. Олар жындар өз кейпетін өзгертетін тұстарда болады. Олар адам кейпінде көріну мүмкін. Олар жылан кейпінде, ит кейпінде де көріне беретін тұстар болады екен. Сонымен қатар жындар кей кезде адам бір лас жатса, таза емес жерде ұйықтап қалған болатын болса, оған түсіне кіріп, болмаса өзін қорқытып зиян бергісі келетін тұстарда болып тұрады екен. Сол үшін сүннетті білетін сияқты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына ұйықтайтын кезде Құранда келген аятул күрсіні оқуды насихат қылатын. Кімде-кім ұйықтайтын кезде аятул күрсіні оқып жатқан болатын болса, оған жын шайтандар зиян бере алмайды екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның әдетінде де ұйықтар кезде Ихлас сүресін, Фалақ сүресін, Нас сүресін 3 реттен оқып, алақаннан дем салып, батқанда басын толықтай сипап, денесін алдыңғы жерін сипарып барып жататын. Ал ол сүренің ішіне келгені минал джиннати ван нас, яғни жындан болған, адамнан болған уасвастан сақта деп келеді екен. Енді сондықтан бұл жындар осындай кей кезде адамға зиян беріп қалатын тұстарда болып қалады. Мысалға, үйге бір жылан жатқан болатын болса, хадисте хабарланғандай, ол жыланды бірден өлтіруге жаңағы болмайды екен. Өйткені кей кезде жындар жылан кейпінде үйге кіретін тұстар болады. Оған жаңағы шығарып тастауға әрекет жасау керек. Енді біз Алла білуші, осы қазақтарда үйге жылан келсе ақ құйып шығар дейтіні содан болса керек деп ойлаймыз. Сон жаңағы оны шығаруға әрекет жасайды. Егер ол жыннан болатын болса, түсініп шығуға әрекет қылады екен, шықпай жатып алса, онда ол жай жылан, оны өлтіруге болады деп келеді. Сондан осы бір тұстарда
Енді жаңағы қайсы бір үйде намаз оқылып жатқан болатын болса, қайсы үйде Құран аяттары жиі оқылатын болса, ол үйде жын шайтандарға онша қатты араласуы мүмкіндігі болмай қалады екен. Және пайғамбарымызда хадисте келген сияқты, кімде кім үйіне кірген кезде бисмиллах деп кіретін болатын болса, шайтандар онымен ілесіп кіре алмай қалады. Тамақ ішетін кезде бисмиллах деп ішетін болатын болса, шайтандар онымен бірге тамақ араласып іше алмай қалады екен. Сол үшін ал енді кімде кім үйіне кіретін кезде бисмиллахты ұмытқан болатын болса, тамақ жер кезде бисмиллахты ұмытқан болатын болса, онда шайтандарға қонатын жерде табылады, ішетін тамақта табылып қалады екен. Бұл хадистерде хабарланған сияқты. Сондықтан адамдармен ол көзге көрмейді, бірақ қатар тіршілік етуі ықтимал. Ал енді олардан жаңағы айтқан сияқты сақтанудың жолдары адамның таза болуы, арақ, ішкілік деген нәрседен алыс болу, үйде Құран аятының оқылуы, Бақара сүресі оқылған үйде шайтан жоламайды дейді. Бақара сүресі оқылған үйде шайтан жоламайды дейді. Сол сүрелердің оқылуы деген сияқты. Одан кейін бұл жындардың жиі қорқытайтын жері. Олар көбінесе базарда жүргенді жақсы көреді жиі. Сол үшін хадисте келген сияқты базарға бірінші болып кіруші болмаңыздар, базардан соңғы болып шығушы болмаңдар деп келетін хабарлар бар екен. Одан кейін жындар көбінесе лас жерлерге өте үйір болады. Бұдан шығатын қорытынды мұсылман адам үйін, өзін, киімін таза ұстауға тырысады екен. Одан кейін жындардың және құмар жері ескі құлаған егесіз үйлер мен ескі қорымдар. Ондай жерге де жындар өте құмар болып отырады екен. Ондай жерлерге барғанда адам баласы бисмилласын ұмытпағаны жақсы екен. Тіпті хадисте келген сияқты некеде болған ерлі зайыптылар төсектегі бір жақын қарым-қатынасқа түсетін болатын болса, пайғамбарымыз сол хадисінде үйреткен сияқты, Аллахумма джаннибна шайтана джанниби шайтана разықтана, Аллах бізді шайтаннан сақта, бізге беретін ұрпағыңды шайтан сақта деп жатсын деп бұйырған болатын. Тіпті ондай кездің өзінде де жындар батқанда араласып кеткісі келіп тұрады екен. Дүниеге бала бітіп жатқан болатын болса, оған азғыруын көбейту үшін. Кім жоғарыдағы дұғаны айтатын болатын болса, Аллах нәсіп етіп оларға нәресте бұйыратын болатын болса, оған шайтанның азғыруы онша өте қоймайды екен. Сол үшін ол жындар дегеніміз бар әлем. Кей кезде тіпті дүние ғалымдарының өздері оған ат қойған, оны көп зерттеп түсіне алмай жатқан тұстар бар. Паранормальное явление деген атпенен олар өздерінше оны зерттейді. Бірақ шариғатта оның бар екен айтылған, олар түтінсіз жалыннан жаратылғаны, олардың кей кезде адамның тірлігіне араласатындығы, зиян да беріп қалатын тұстары болады екен. Және пайғамбарымыз солай айтқаны бар, дәрет сындырғаннан кейін тазалану барысында сүйекпен, малдың тезегімен тазаланбаңдар бұйырған, өйткені бұл жындардың азықтарынан деп хабарлаған екен. Сонда бұл жалпы кішігірім жындар туралы айтып кеткеніміз, Аллах Тағала баршамызды ол жынның шайтандар болсын, адамның шайтанындары болсын, солардың азғыруынан, зиянынан сақтасын. Енді келесі сұрақ, Дарын аға дейді, намаз оқитын үлкен ағаларымыз бар еді. Олар Иса пайғамбар христиандардікі деп айтып жүр. Біз айтсақ сенбейді. Сол туралы айта кетсеңіз дейді. Енді Иса пайғамбар христиандардікі дегенде ол жердің дұрысы да бар, бұрысы да бар. Жалпы Құранда христиандарды насара деп атайды, насранилер деп атаған. Пайғамбарымыз, жаңағы Иса пайғамбар, ол да Аллахтан келген пайғамбар, оларға сол келіп осы дінді үйреткен болатын. Бірақтан кейін осы христиандар Иса пайғамбардың үйретуінен ауытқып кетті. Негізгі ауытқулары олардың Аллахқа серік қосып, Иса пайғамбардың өзіне сыйынулары. Жаңағы Құдайды үшке бөліп, әкесі, келі рухы, баласы деген сияқты үшке бөліп сыйынулары бұл үлкен бір айып болып есептелінетін. Ал енді біз білетініміз, бүкіл пайғамбарлар мұсылман. Мұсылман деген сөздің аудармасы Құдайға бой ұсынғандар. Және пайғамбарлардың бәрінің діні ортақ. Бір ғана дін, бөлек-бөлек діннен келмеген. Пайғамбарымыз хадисте хабарлаған сияқты, әл-әмбияу ихватун, пайғамбарлар бауырлар, ва динухум вахид, олардың діні бір ғана дін дейді. Бөлек-бөлек дін келген жоқ. Ал енді адамдардың дінде бөлінулері олардың өздерінің адасуларынан, яғни пайғамбарлардың үйретулерінен болып талмайды екен. Сол үшін пайғамбарлардың бәрінің алып келген бір насихаты Құранда хабарланған сияқты, «Валақад баасна фи кулли умматин расулан ан яъбудуллаха важтанибут тағут». Біз бүкіл халыққа пайғамбарлар жібердік, бір ғана Аллахқа сыйынып, тағуттардан, яғни Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынудан аулақ болсын деген мақсатта дейді.
Сол үшін Иса пайғамбар да келген болатын. Ол жайында тіпті Иса пайғамбардың, ол біздің пайғамбарымыз алдындағы пайғамбар, мұсылмандар оның пайғамбарлығына сенеді, ол халықты жақсылыққа шақырды, оның дүниеге әкесіз келуі, мұсылмандар бұған сенеді деген сияқты. Тіпті Құранда сол Иса пайғамбардың анасының атымен Мариям деген сүре бар. Ол жаңағы сол кісіден дүниеге келген болатын әкесіз. Иса пайғамбардың кейбір мұғжизалары бар, оған да мұсылмандар сенеді. Аллахтың рұқсатыменен өлгендерді тірілтуі, болмаса жаңағы балшықтан құс жасап, оған үрлеген кезде оның тіріліп ұшып кетуі деген сияқты, тума соқырлар мен алапестерді емдеуі деген сияқты осындай бір өзінің мұғжизалары болған. Сөйтіп халықты дінге шақырған. Оның айтқан негізгі дағуаты «Инналлаха рабби ва раббукум фа'буду». Аллах тағала менің Раббым және сендердің Раббыларың, бір ғана Аллахқа ғибадат жасаңдар. Хада сирату мустақим, міне осы тура жол деп айтқан болатын. Ал кейінгі христиандар негізі Иса пайғамбарға діні арқылы, иманы арқылы мұсылмандар жақын, қазіргі христиандардан гөрі. Олар тек қана ол Исаның атын ғана жамылып жүргендер деп айтсақ қана болады, оның үйретуінен алыстап кетті. Бірінші Иса пайғамбар оларды бір Аллаға сенуге шақырған. Олар Иса пайғамбар өткеннен кейін, біраз дәуірден кейін адасуларына байланысты, кітаптарын сақтамауларына байланысты, олар Иса пайғамбардың өзіне сыйына бастаған болатын. Бұл үлкен адасушылықтың қатарын көрсетеді екен. Бұл Құранда аят бар, ертең қияметтің күні болған кезде Аллах Тағала пайғамбарларда да сұрақ қалады, Аллах Тағала пайғамбар келген халықтарды да сұрақ алады. Сонда Иса пайғамбардан сұрақ алынады екен. Аллах оған сұрақ қояды: «А'анта қулта линнаси иттахидуни ва умми илахайни мин дунилла». Ей Иса, сен ба халыққа айтқан, өзің мен шешеңді Аллахтың қатарында сыйынуға шақырған сен ба деген сұрақ қойылады екен. Иса пайғамбар бұл сұрақтан қатты қорқып, жоқ, Аллах Тағала, мен адамдарға бір ғана өзіңе сыйынуға шақырғам. Олар кейменен кейін өздері адасты. Оларды жазалайсың ба, кешіресің ба, ол сенің үкіміңде деп халқынан бас тартып, өз басын арашалай бастайды екен. Сол үшін христиандарда кеткен үлкен қателік, ол жаңағы Иса пайғамбар соларға келген болса да, ол мұсылман пайғамбар, оларда кеткен қателік Исаға сыйынулар екен. Осы жерде сөзімізді тиянақты бір нәрсе айта салайын. Мұсылмандар, намаз оқитын мұсылмандар намазда жиі оқитын сүресі бар, ол Фатиха сүресі деп аталады. Әрбір мұсылман бұл сүрені білуге тиісті. Мен мұсылманмын деп бірақ Фатиха сүресін білмесе, бұл үлкен ұят болып табылады екен. Сол Фатиха сүресін намаз оқитын адамдар кем дегенде күніне 32 мәрте оқиды. Сонда бір аяттың соңында келетіні «Ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин» деген аятпен бітеді екен. Ондағысы Аллах Тағала сенің қаһарыңа ашуға ұшырағандар мен адасқандардан болып қалуымыздан сақта деп сыйынады екен мұсылман. Бұл жердегі ашуға ұшырағандар дегені яһуди халқы. Олар Аллахтан туралы, Аллахтың пайғамбарға келтірген туралы білімді білді, бірақ оған амал жасамады. Ал христиандар білімсіз амал жасап адасып кеткен болатын. Олардың негізгі адасулары Исаға сыйыну болатын. Исаға сыйынған үшін оларды адасқандар дейді екен. Сонда әрбір мұсылман намазында Аллах Тағала бізді тура жол салғаннан кейін христиандар сияқты адасып кетуден сақташ деп жатыр. Онда мақсат не? Христиандар сияқты сенің қатарында өзге нәрсеге сыйынып кетуден сақта деген сөз. Ал христиандар неге сыйынған еді? Иса пайғамбарға. Иса пайғамбар екен. Егер пайғамбар Исаға сыйыну адасушылық болатын болса, онда осы жерде шынымен ақылы бүтін адамға мына сұрақ туады. Онда Исадан, пайғамбарлардан дәрежесі төмен әруаққа сыйыну қаншалықты адасушылық. Сол үшін шынымен шариғаттың бұйыратыны бір Аллахқа сыйыну. Жоғарыдағы Иса пайғамбардың да, Мұса пайғамбардың да, біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның да, бүкіл барша пайғамбарлардың айтқан нәрсесі бір ғана Аллахқа сыйынуды үйрету болып табылады екен. Сондықтан осы тұрғыда ол Аллахтан келген пайғамбар, расында мұсылман пайғамбар, өзінің халқын шамасы келгенше бір Аллахқа сыйынуға шақырған, дозақтың, жәннаттың хабарын беріп өткен пайғамбар. Құранда оның аты 25 мәрте аталып өтеді. Сол үшін мұсылман халықтарында өз баласының атына Иса деп ат қоятындығы сол пайғамбардың құрметті болғандығы үшін болып табылады екен. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.